күйеуімнен 30 миллионды жасырып жүрдім ғой. Не үшін қарызға кірдіңіз? Әдемі өмір сүріп жатқан сияқты түр көрсету үшін өтірік айтасың. Менде бәрі жақсы. Зиянсыз өтіріктеріңізді қалай қойдыңыз? Одан мөлдір, сен өтірікші, өзің алаяқсың, сен қошеш деп жатыр маған. Сіз қалай келдіңіз бұл жолға? Мөлдір ханымға ең алғашқы рет келдім. Өзі әлі айтады ғой, сен ол кезде келгенде тірі өлік дейді ғой. Не мәселе болды бұл жерде? Не үшін тасып жүрсіз? Ол кісі өте қызғаншақ болды. Өзімнің қалауымды айта алған жоқпын. Армысыздар. Бұл өмірді жаңа қырынан көруге ықпал ететін, жігерлендіретін бәрі мүмкін подкастының кезекті шығарылымы. Сіздермен бірге Шолпан Абатқызы, жалпы біз әр түрлі тақырыптарды бәрі мүмкін подкастында қозғап жүрміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өте қызықты. Бұл адам психикасы, энергиясы және дене тілінің тылсымы туралы. Жалпы бәріміз білеміз, белгілі бір өмірде мәселе болмай жатса, шешімін таппай жатса, кез келген психологқа барсаңыз айтады, бұл ішкі блоктан дейді. Ал ол ішкі блокты қалай табамыз, қалай жұмыс жасаймыз? Осы туралы біз бүгінгі бәрі мүмкін подкастында айтатын боламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы облыстағы белгілі мықты МБ академиясының негізін қалаушы, коуч, психолог, энергопрактик Мөлдір Балман және дене терапевті, менталды терапевт Назерке Сайдықызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Күшті. Біз енді бүгінгі подкастымыз еркін форматта болғаннан кейін сіздерден қандай ақпаратты біздің көрермендеріміз тыңдай алады? Бүгін не туралы айтамыз біздер? Жалпы адамның миымен жұмыс жасай бергеннен қазір көп халық шаршап кетті да. Ол миымен жұмыс жасаған уақытша деңгейде көмектеседі, сосын қайттан выгорание деген қазір әдемі сөздер бар ғой. Сонымен адамдар өзі жасап жүрген ісіне сенбеушілігі көбейеді. Психологтар ауыстырады, басқа мамандарды ауыстырады, емшілерге барады. Бірақ жалпы адамның бойындағы барлық қорқыныш денеде тұратын көп адамдар әлі мән бермей жатыр. Ойлайды, сананы ашу керек деп. Сана қай кезде ашылады? Жүрек ашылғанда ашылады. Жүректің ашылуына денедегі қысымдарды босату керек. Денедегі қысымдар қайдан пайда болады? Ол кішкентай кезімізде ұят болады, не істеп жатырсың, сен дұрыс істемедің, сен олай айтпа, қыз балаға күлме қатты, да? Аяғыңды өйтіп істеме, былай жатпа, былай тұрма, көп қысымдардың кесірінен бізде өзіміздің не істегіміз келетінін ұмытып қалдық. Дене қысылған сайын. Сосын бізде енді қазақта жаңағы кінәлай береміз ғой. Сен дұрыс істемедің деп. Ол кінәлі сезімнен бала өзіне деген сенімділігін жоғалтып алады. Ол да бір қысылыс денедегі болып жатқан. Ол мен өмір өтіп жатыр, оған ешкім мән беріп жатқан жоқ. 15-ке келеміз, 20-ға келеміз, бойда күш қуат бар, жаңағы өзім білемге саламыз, жасаймыз, бірақ бұрынғы қысым, бұрынғы кінәлі сезім, ұят сезім тұр ғой, ол біздің денемізде тұрады. Еш жаққа кетпейді да. Жаңа жасап аласың, сосын қателесесің, қателескенде жаңа баяғы ата-анамыздың айтқаны, қоғамның айтқаны қайттан есімізге түседі да, біз өзімізді кінәлап бастаймыз. Бұрын оған дейін сізді біреу кінәлап жүрген болса, енді біз өзімізді кінәлаймыз. Өзімізді кінәлап, өзімізді жеп бастаймыз, ары қарай уже өмірдегі құлшынысымыз құлдырап бастайды. Қазір ештеңе жасағым келмейді, ұйқым келе береді, жасайым деп мақсат қоям, бірақ соңына дейін жеткізбеймін. Жоспар жазғанда енді дәптердің барлығын толтырам, бірақ іс әрекетке келген кезде жасай алмай қалам дегеннің негізгі түбірі осында ма? Осы дұрыс айттыңыз. Өйткені ми біліп тұр, мен өзгеруім керек, мен жақсы өмір сүруім керек, мен бақытты болуым керек. Менің миымда көп идеялар бар, бірақ тәнімде не болып жатыр? Тәнімде өкпелеп жатырмын өзіме, жасай алмай жатқаным үшін, жасай алмайсың деген адамдарға өкпелеп жатырмын. Өткендегі жасаған бір қателігімді жібере алмау арқылы өзімді кешіре алмағаннан кейін ол тоже тағы тұр да. Енді не істейміз оны? Сұрақ сол ғой. Енді не істейміз деп оның барлығын шешу үшін біз жаңа жалпы қазіргі қоғамда барлық адам біледі. Қиналып қалса психологқа бару керек. Қазір Инстаграм, әлеуметтік желі психолог, Аллаға шүкір, бар. Космоэнергетик, нумеролог,
тағысын тағы өте көп жеке дамуға байланысты өте көп. Енді бүгінгі подкасттан мен осының аражығын ашсам ба деймін, иә. Психологқа бардың, жаңағы әке анаңды қопарып сол жақтан шығарды, бірақ бір нәрсе жетпейді. Неге біз үнемі психологтың клиенті болып қаламыз? Сол сұрақ менде толғандырады. Бұл жерде тағы қайталанып айтылады. Адам психологқа бардың. Сенің миыңдағы бір кедергіні таптың, инсайт дейді ғой. Дедің, осознанность дейді. Былай екен ғой, сен түсініп келді. Ол келу керек, ол сен бірінші сатың, түсініп келді. Енді сол түсінікті ары қарай алып кету үшін бас бөлек тұр, дене бөлек тұр. Денеде әлі сенде сигнал тұр. Сенің қолыңнан келмейді, сен істей алмайсың, сен оған лайықты емессің. Даже біздерде рұқсат беру деген нәрсе жоқ өз-өзімізге де. Мысалға, көп әйел адамдардың арасында тек жұмыс жасай беру керек қой. Даже үйдегі отыратын баламен, үйдің шаруасымен отырған әйелдерде де бір 5 минутқа өзін ұйықтап алуға рұқсат бермейді. Рұқсат беру не деп сұрайды да, мен айтамын, мөлдір, мен саған рұқсат берем деп, сен 5 минут жұмысын жасамай жатып қараш, сенің миың, денең толық демалады. Сол уақытта сенің күшің қайттан көбейеді. Сен ұйқың келіп тұр, бірақ не істейсің? Ана жұмысты бітіріп тастайыншы, мына аяқты жуып тастайыншы, ана баланы бүйтіп тастайын, сөйтіп тастайын, жүгіре бересің. Тән шаршап отыр ғой. Бұл да шаршап отыр, бұл да жатқысы келіп жатыр. Сен соны тыңдамаған кезіңде сенің жаңа істеп жатқан істеріңнің бәрі дұрыс реті болмайды. Бірін бастап жатсаң, екіншісі құлап жатады. Сен ана шаршаған деген онан сайын зорлай береді. Көп әйелдердің жасайтын қателігі жұмысты тез жасап тастау дейді. Тез жасау емес, демалып барып жасап, демалып барып. Доқ ойдық деген сияқты ғой, да? Бұлай қарасаңыз. Сол кезде ғана адамның тәні өзіне рұқсат беру арқылы, демалыс беру арқылы миға қарай бағынады. Демалыс бермесек, онда ми сайрай береді, кеттік вперед деп айта береді, дене ол тұрған жерде сені артқа тартады. Біреуі алға тартады, біреуі артқа тартады. Соңында адам өзінің не істеп не қойып жүргенін білмейді де, нәтижесінде ауруға ұласады. Солай ғой? Сіз өзіңіздің ең алғашқы қадамыңыз қайдан басталды? Психологтарға тоздырдыңыз ба? Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, міне, психолог ол бас, терапевт ол дене. Енді осы екеуін қалай біріктірдіңіз? Сіз психолог коучсыз және дене терапевтсіз. Бұл енді оқиғаны айтатын болсам ұзақ болар, бірақ дегенмен де танысқым келеді, иә, сіздің жолыңыз бізге қызық болып тұр. Мен ең бірінші өзімнің өмірбаянымды айтатын болсам, 3 жасымнан бастап әке-шешемнің ажырасқанын көрдім. Ол әке-шешемнің ажырасып жатқаны, мына қыз балдар әкесіне жақынырақ болады ғой. Мен папаммен кеткім келсе де 3 жаста маған кім рұқсат берді да, мен мамаммен қалдым. Ол жерде демек маманың жамандығы емес, бірақ қыз бала өзі әкеге сондай бір жақынырақ болады. Сол ажырасқаннан кейін алады да, мамам жұмыс жасау керек қой, мені нағашылардың қолына береді ғой. Былай қарағанда кім мен не істеп жатырмын, шаруасы жоқ, мен қайда жүрмін, ешкім шаруасы жоқ. Ол кездегі бір заманның ағымы солай болды ма, тамақ тоқпа болды, барма бар, бірақ саған біреу тиісіп жатыр ма, сенің жағдайың болмай жатыр ма, мамаңды сағынып жатсың ба, папаңды сағынып жатсың ба, сені біреу келіп жақсы көрем деген сөз жоқ қой. Содан сөйтіп бір 6-7 жасқа дейін өттім. Енді шындығы бұл жерде айтылатын болса, домогательство деген нәрселерді бойымнан өткіздім. Сол аралықта енді оны ол кезде жаңағы ұят болады, мен ешкімге айта алмайсың, қорқасың, тағы ешкімге айта алмайсың. Енді жақын адамдардың да арасында болды ондай нәрселер, алыстан келмейді ғой негізі жауда. Енді одан өтіп келемін да, 7-8 жасымда анам екінші тұрмыс құрады. Анамның қолына келгенде мен әлі помню, мамам уже маған бөтен болып қалған ғой. 3-4 жыл былай келіп кетіп жүрсек те, бірақ енді көрмей қалған жылдар, анаңды уже жат адам болып тұрсаған. Құшақтап сүйшіш деп енді шақырады ғой. Барған кезде құшақтай алмадым, сүйе алмадым. Енді бойда өзіңіз ойланыңыз, 7 жасқа дейін сіз еркін бар тамағыңызды жей алмайсыз. Саған ешкім қой деп жатқан жоқ, алдыңа қойып тұр. Бірақ сенде бәрі бала болсаң да миыңда тұрады. Маған рұқсат берілді ма, жоқ па? Мен лайықтымын ба бұған? Да? Сондай нәрселер тұрады. Бала деп біздер көп аса балдардың ойымен санаспаймыз. Негізі балдардың ең сол кездегі дамитын уақыты 7-8 жасқа дейін. Бала сол кездегі өзінің эмоциясын, өзінің сезімдерін қалыптастырып бастайды. Ол кезде тек қана махаббат керек.
а сен андай брошенный болып жүргеннен кейін жүре бересің, уже ешкімге керек емеспін. Орысша айтқанда самооценка, да, өзімізді бағалау деген мүлдем жоқ. Бұл әлемде сен жоқсың, бұл әлемде сен жалғызсың, Құдайға да ренжисің, неге менде ғана осындай болып жатыр. Мен үнемі кішкентай болсам да жылайтынмын, мен не жаздым деп, мен не жаздым, осы сұрақ бола беретін. И бұл сұрақ мені 38 жасыма дейін қатты қозғады. Енді келдім, өгей әкенің де қорлығын көрдім, өгей әкенің де қаттылығын көрдім, анамның таяқ жегенін көрдім. Соның бәрін көрген кезінде менде анандай ой қалыптасқан екен, өліп қалған жеңіл деген. Ана менің атым Қожада бармыз ба, қорсынан жауып алып жатады ғой. Жаңа өлген адам сөйлемейді деп, мен часто сол ситуацияны қайталайтынмын. Андай қылып жатам, болды, өстіп өліп қалсам, бәрі келіп менен кешірім сұрап жатса дегендерді елестететін болдым. Ол кезде бір где-то 9-10-да шығармын. Мен бәрі кешірім сұраған қалайтынмын. Енді ешкім кешірім сұрап жатқан жоқ. Сен ары қарай өмір сүруің керексің. И не істейсің, я докажу. Мен сендерге кім екенімді көрсетемін. И содан менде агрессия. Жаңағы болмайтын нәрседен ұрыс шығарам, төбелес шығарам. Ақыр соңында жаңағы долылық көкпектік дейді ғой қазақшада, қылып қалатын болдым. 14-13 жасымда маған қарай біреу сөйлесе, менің айтқаным болмаса, мен кәдімгідей өстіп тұрамын да, қылып кәдімгідей жерге құлайтын болдым. Басында ешкім сенбеді, жаңағыдай су шашып бүйтеді, бірақ анандай бір открыточка кетіп қалады екенмін да, бір 10-10 минуттан кейін қайттан өзіме келіп тұрам, бірде су болып жатам жерде, жаңағы енді үстіме су құйып не істеп жатады ғой әрекеттерін, бірде жаңағы ешкім жоқ, өтірік істеп жатыр, кәп тұрады деген сияқты. И онымен жүресің де, одан надоел болады бір күндер. Қой тұрайын мен деп пе? Адамның өзі защитный механизм, 5 мыңдаған защитный механизмі бар. Сенің қаламаған нәрсеңді жасамауыңа ол саған неше түрлі себеп салдарды бере береді. Енді сен жаңағы бұрын жылап көрдің, ешкім қарамады, талып атсын, ешкім қарамады, не істейсің сен? Бұл әлемге мен докажу дейсің, болды, мен кім екенімді көрсетем. Содан аламында 90-шы жылдар жаңағы өгей әкеміз қайтты. Анамның басына өте ауыртпашылық түсті. 3 баланы жеткізу керек. Ол кезде жаңағы талонмен тамақ алынып жатыр, жоқшылық, біреуден қарыз сұрап кел, бүйтіп кел, сөйтіп кел. Сол кездегі көршілерден қарыз сұрау, жаңағы қарызға тамақ сұрау, жаңағы шимшік май, нан, бірдеңе дегендерді сұрау әдет болды да. И мен үйдің үлкенімін, барғым келмейтін. Вот мен бармайын десем де барасың дейді. Енді анаң айтып жатқаннан кейін қорқасың ғой ол уақытта. Барып келесің жүгіріп, барған кезінде ана до такой степени арланатынмын. Бәрі сондай болса да, бір менде керім бір жаңағы тәкаппарлық қой енді ол, да, тәкаппарлық. Соны жеңе алмай жүрдім, сөйтіп жүріп, әйтеуір не басында ортан ерте жұмыс жасадым. Ерте жұмыс жасадым, ауыр жұмыстар жасадым, өте ауыр жұмыстар жасадым. Содан жүріп енді шешемді, екі бауырымды өз арқама салып алдым. Енді мен жаңа дәлелдеуім керек қой мен кім екенімді. Көп әйелдердің қазіргі жүріп жатқан қателігі де сол ғой, иә? Анаға мен тек қыз болуды, бар ма барды жеп, жоқ па жоқ деп жататынның орнына мен әкелемін, мен асыраймын, мен табамын деген. Неше жастан басталды ол? 16 жасымнан басталды. 16 жасыңыздан бастап үйдің жауапкершілігін өз мойныңызға алдыңыз? Өзіме алдым, бауырларыма да шешесінен артығырақ қарадым десем енді қателеспеймін, өйткені анамыздың қолы босамайтын болды. Ол өзім бойымда кішкентай, ана екеуі кішкентай, соларды суға түсіремін, тамақ пісіремін, үйдің бәрін жинаймын, ақтаймын. Ол уақытта да солай жүріп қосымша жұмыстар жасап беремін, біреудің бірдеңесін сату. Енді сату дегенді жақсы көретін болдым. Сатамын, жаңа бірдеңе жуып беремін. Жаңа ол кезде арақты қолдан жабатын уақыт бар ғой, бутылкалардың сыртындағы нелерін жуып, сөйтіп ақша табатын болдым. Сөйтіп жүріп енді локомотивный депо, енді білетін адамдар болса біледі ғой, өте ауыр жердегі жұмыс. Ол да тепловоздың ішін жуу керек болады. Іші 80 градус, кіресің, тисең бір жерің күйіп қалады да, мына қолдың бәрі мазуттан қап-қара болады. 19-да қызсың да, бір жерге отырысқа барғанда столдың үстіне қолыңды қоя алмайсың. Бірақ енді көп зарплата аламыз ол кезде біздер. Біреудің зарплатасы 6 мың болса, бізде 12 мың болатын болды. Ден ночпен жұмыс жасаймыз. Жұмысты ешқашанда мен ауырсынған жоқпын. Мен мықтымын, девиз сол. Содан күйге шығамыз. Күйге шыққан кезінде де осы жерде үлкен әріппен айтып кететін нәрсе. Қайда мен мықтымын деп келген кезінде саған әлсіз деу еркек кездеседі. Әлсіз дегенде ол еркек әлсіз жаман емес. Сен оның ар жағындағын ойлап тұрасың. Сен ол үшін сен шешімді қабылдап тұрасың. Енді
для галочки деп айтайыншы, сұрайсың қалай деп, бірақ сен уже шешіп қойдың мына жақтан. Элементарно қонаққа бару керексің, оның не киім киетінін шешіп қойдың. Ол қазір ақша жоқ деп айтады, қонаққа баратын ақшаны дайындап қойдың. Тағы басқа нәрселерді, балдарды мысалға, кішкентай ғой балдардың арасы, тастап кететін адамға дейін дайындап қойдың. Бәрін дайындап қойсын, тек оған бәтеңкін киді жүре ғой дейсің. О, былай со стороны қарайтын болса, бір еркекті қадірлеп, сыйлап тұрған сияқты болады, бірақ еркектің мысын басып тұрған түсінбейді әйелдер. Білдіртпейді ғой, иә. Ол жақсы нәрсе жасап жатырмын деп ойлайсың. Еркегімді құрметтеп жатырмын, ер азаматты жоғарыға қойып жатырмын деп ойлайсың. Бірақ оймен сен оны төмен түсіріп жатқаныңды, оның жетістікке жетер жолындағы жолын байлап жатқанын түсінбейді екенсің. Солайынан енді 15 жыл жүрдім. 15 жыл жүрген кезінде жаңағы баяғы мен дәлелдеймін ғой, мен мықтымын. Енді бұл жерге келдім, енемнің жауапкершілігін алдым, байымның жауапкершілігін алдым. Мына жақта жаңағы үйдікі жатыр ғой, бауырларың, бала-шаға. Олар бар. Мына жаққа екіншісін ілдіңіз. Сіңілім мысалға осында тұрмысқа шығып жатыр. Үйінде бірдеңе осы шоп барам жаңағы. Не болды? Разборға. Жаңа енді әкешіден ерте қалдық, енді сол ортада 2009 жылдар шешем қайтқан кезінде енді бұрын жауапкершілігін алғаным ештеңе емес, енді қамқорлыққа алып алдым бұл екеуін. Хотя олар 25-тен кеткен балдар ғой енді. Соны енесімен барып ұрсамын, жаңағы бұл қызға неге бүйтіп жатырсың, байымен оны ұрсамын, неге мен сестренкамды бүйтіп жатырсың да. Ол екеуі семья екенін мен қабылдамай тұрмын. Мен жаңағы мықтылығыммен ешкімді жылатпаймын, шешесі жоқ, мен соның орнында жүрмін деп қайтқан шешемнің жаңағы рөлін өзіңіз алам. Мына жерім өте мұқият болу керек. Менің шешем қайтты, мен оны жіберуім керек. Бауырларымды өзінің отбасылары бар, қоя беруім керек қой. Жоқ, шешем болса бүйтіп істер еді деп мен шешемнің өмірін жаңағы өзіме алып алған кезде оның ауыртпашылығын қайталайды екенмін. Енді бұл өмірге жаңағы бұл психологияға қалай келдіңіз дейсіз ғой, осылайынан қиналып жүріп, Құдай айтады да өзі. Құдай енді қай тілмен сөйлеседі бізге? Қасында адамдармен сөйлеседі. Ең бірінші ақшадан қинады. Бірақ ол ақша көп болса да бір жабуды түсіндім. Енді былай жауып әйтеуір андай девизім, бәрі де қарыз ғой, елде деймін де жүре берем. Екінші отношениемен қиналдық, отношениемен сыналдық. Енді жолдасымыз екеуміз қатты ұрысқа бармасақ та бір қатты көңілім қалып, ажырасып кетсем бе екен деген уақыттар болды. Бірақ әкем жоқ, шешем жоқ, қайда барам? Әкесіз өстім, балаларды жетім қалдырып не істей алам? Менде 4 қыз бен 1 бала ғой. 4 қыздың тағдырын ойлап, кішкене сабырға кел дедім. Значит, бұл жерде мен не істедім? Ол проблеманы менде болып жатқан түсінбеу арқылы просто жауып тастадым. Жаңағы бұл мәселенің сізде болып жатыру себебі, анау анаңыздың қамытын өзіңізге алып, соның рөліне кіргеніңіз үшін сіз анаңыздың тағдырын қайталап, дәл сол анаңыз жүрген жолды өзіңізге ментально деп айтады ғой, қабылдап алдыңыз. Қандай? Түсіне алмайсың, негізінде? Былай айтсам, бір ертегі сияқты, былайда, бірақ енді қазіргі мені тыңдап отырған адамдар болатын болса, көп адамдардың көзіне жас келуі мүмкін, өйткені біз өз орнымызда, өз рөлімізде жоқпыз. Қалай шықтыңыз енді өз рөліңізден? Мына 700 мыңнан басталды ғой қарызым. Сол кезде мен ең бірінші емшілерге бардым. Мен ойладым, жолым жабылып қалған болар, біреу бірдеме жасаған болар, көз тиген болар. Енді біздің қазақи аурулардың бірі осы. Қазақта екеуі салқын тиген, көз тиген деп пе? Сөйтіп барам, емшілерге барсам, барлық емшінің айтатыны, сен өзің қасиетің жоғары. Мен айтам, қандай қасиет? Менің ойымша қасиет деген үкіні тағып, қамшыны жаңағы құмалақты салып отыратын адамдар деп ойлайтынмын. Оказывается, адамның барлығының бойында қасиет бар. Әркімнің өнері әртүрлі, таланты әртүрлі. Талант деген сол қасиет қой енді. Қасиет десең барлығы ойлайды бір емшіні де. Емші емес, менде сөйлеу қасиетім жақсы шығар. Адамдарды сендіре алатын қасиетім жақсырақ та. Оны білмейміз ғой ол уақытта. Қасиет саған бала сипау керек. Ой қойшы, ана емшіні ұнамайды, мына емші. Атырауда өтірік беріп қояйын, бір енді 70% емшіні жағаладым. Сол 700 мың теңге қарыз 700-ді жабуға. 700-ді жабам деп жүргенде 30 миллион болды ғой. 30 миллионға 2 айдың ішінде кіріп кеттім.
басында адамдардан көрдім. Жаңа алдап кеткен адамнан көрдім. Қасымдағы жүрген қызды алаяқ дедім, иттім, биттім, бірақ кейіннен барып түсіндім оны не үшін келгенін. Содан айтатыным, намазға келдім. Емшілерге бардым, қырғын ақшам, мал сой деді, анау істе, мынау алып кел. Енді емшілерге жіберген ақшамның санын ойлайтын болсам, бір 3 миллион, 4 миллиондай болады. Барлық емшілерге айтқандарын жасағаным үшін да. Өзің қарызға кіріп жүрсің. Қарыздан шығам деп барып, қайтып қарызға кіріп кеттіңіз Соны ғой. ойлаймын да, 700 мың қарызды жабу үшін барып 3 миллионды емшілерге беріп тұрмын ғой. Енді грубо айтқанда 3 миллионы ояқ бұяғы да. Одан да пайда жоқ екен түсіндім бір күні. Құрсыншы жақсы. Қанша уақыт жүрдіңіз сол емші аралап? 1 жыл жүрдім. 1 жылдың ішінде 3 миллион теңгені жамап алдыңыз. Битва экстрасенске қатысқан адамдарды да тауып алып, телефонмен де көрдім. Қазақстанға сенбей, Өзбекстанның мықты дегендерін де көрдім. Бәрін мен сөйлестім. Күшті қылып айтады енді. Ой, сенің қазір бар ғой, кіммен отырғаныңды, не көйлек киіп отырғаныңа дейін айтып беретін мықтыларды да көрдім. Бірақ ары қарай жол ашу деген нәрсеге ешкімнің әлі жетпейтінін түсіндім. Жолды ашады адам өзі. Мен сол емшілерге қазір алғыс айтамын да, олар егер де сөйтіп мені шайқамайтын болса, мен әлде де жүре беретін болармын. Мен түсінгенім, адам тек өзінің бойын өзі тазалап, өзінің ойын, сөзін тазалау арқылы ғана жолын аша алады екен. Ал емшілерге барып, мал сой демек түгіл, түйені сой, тіптен білмеймін, бір таудың басына шығып кел, это бесполезно, бос жүріс. Сен бір жерге уақытың кетеді, ақшаң кетеді, ең соңында адамдарға сенімің кетеді. Өзің шыға алмай жатқан жерге онан сайын кіре береді екенсің. Өйткені Құдай саған ол жерде әй мөлдір бері қара, сен мынаны түсін деп жатыр да, мен барып біреулердің қолымен бірдеңемен жауып тастағым келіп тұр ғой. Өзіңізге жауапкершілік алмау ғой сонда, иә? Бұл сонда бала позициясы ма? Енді психологияда бала позициясы деп айтылады. Жауапкершілігі жоқ адам деп айтады, бірақ бұл жерде иллюзияда өмір сүру. Қиялда. Вот қазақта бар ғой, қиялисың ба дейді ғой. Да, білесіз ба? Қиялисың ба, не қиялдайсың да жүресің дейді. Адам миында өмір сүреді. Ертең қарызым жабылса өмірім күшті болады. Жақсы жұмысқа тұрсам өмірім күшті болады. Денім сау болса өмірім күшті болады. Жоқ, сен өмірің қазір күшті болу керек. Ертең емес. Сол баяғы қазақтың айтатын сөзін мен қазір барлық сөздерін бүйтіп ашып қараймын да. Даже бір ауыз сөзді, не қиялисың ба дейді ғой. Түсінбеймін. Бір ауыз сөзбен барлығын айтып берген дейсіз. Сен қазір осы жердесің түс дейді. Жоқ, біз қиялда жүре береміз. Көп адамдар прошлойда өмір сүреді. Прошлой дегенде өткенін жібергісі келмейді, өткендегі қателіктердің шешімін іздей береді. Сол кезде үйтуім керек еді, бүйтіп, сен болып кетті ол, қоя ғой десең, көп адамдар түсінгісі келмейді. Біреулер жаңағыдай қиялында өмір сүреді. Ертең сөйтем, арғыны бүйтем деген сияқты. Сол үшін оны Құдай ояту үшін істейді. Діни тілмен айтқанда сынақ дейді, біздің тілмен айтқанда ол бір қателіктерді беріп тұрады. Қателесу деген ол керемет нәрсе. Сен қателеспей, өмірің өзгермейді. Мен емшілерді жағаламасам, өзімді өзім тазалайтынымды білмес едім. Сол емшілерден шықтым, болдым, қойдым. Қойдыңыз. Қой болды мен. Шаршадым, ақшам да жоқ уже. Қарызға кіріп жатырмын, емшіге беретін ақшам да жоқ. Не істеймін? Теп-тегін намаз оқиын дедім. Бірінші жұмаға бардым, бір жылдай жұмаға қалдырмаймын, жаңағы бір жұмаға барсам, ана мешіттің ішінде көппен бірге жаңағы сапқа тұрып намазға тұрсам, Құдай кәдімгі шығып жатқанда бір ақша беретін сияқты ожидание. Өзіңізге тиімді, выгода үшін бардыңыз. Выгода ғой енді. Мен адамдардың қыспағынан қорқып жатырмын. Мына да банкіге қарыз болған адамдарға айтамын, қуаныңдар деймін. Банкіге қарыз болсаң, это нормально. Вот адамға қарыз болсаң, сен уже ұйықтай алмайсың. Дұрыс айтасыз. Адам үйге келеді, ол саған телефон соққады, ол үйге келіп айқай шығарады, ол сенің байыңа айтам дейді, анаған айтам, мынаған айтам деген кезінде ең адам бар ғой, қарыздан қорықпайды, ақшадан қорықпайды. Адам менің жаңағы осындай состояние жүргенімді ешкім білмесін, даже байым білмесін. Күйеуімнен 30 миллионды жасырып жүрдім ғой. Содан ашылды ғой енді. Ашылғанда үйге бірінен кейін бірі келіп, даже бір ер азаматқа қарыз болған кезімізде жаңағы енді 2 адам болып кірдік қой біздер. Не үшін қарызға кірдіңіз? Не себеп болды 30 миллионға? Осы бар ғой, күшті тема. Не үшін ба? Өтірік үшін. Өтірік. Қалай? Адам өз-өзін алдай береді. Бірінші. Екінші,
әдемі өмір сүріп жатқан сияқты түрі көрсету үшін өтірік айтасың. Менде бәрі жақсы. Да? Мен қарызда жүр едім, мен отбасымда мындай болып жатыр деп ешкім айтпайды. Бәрі жақсы дейді. Бірақ ішің қайнап жатыр. Мен өз зарплатымды өтірік айтып тұрмын. Мен жасырып тұрмын. Онда тұрған ештеме жоқ деп ойладым. Оказывается, ол ментальный тело бар. Бізде 7 теломыз бар ғой, жаңағы астральный, физический, ментальный деп айтылады ғой. Сол ментальный деген мына ойдың тұрғысынан туындайтын денемізде оның бәрі жиналады. Сол жиналып өзінің бір емкісі бар ғой, толған кезде салмақпен жерге түскенде ол саған материальный қарызбен келеді. Өтірік айттың ба? Сылтау айтасың ба? Сылтау не? Өтірік қой. Ақталып жатырсың, ол не? Өтірік қой. Сен неге ақталу керексің? Одан қалса уәде береміз. Мен өзім изначально жаңағы зарплатыма қатысты, күйеуіме қатысты анау-мынау өтірікті айта беретінмін. Бірақ қорықпай бірдеңені білдірсем шындықты айтамын. Мен ойлаймын өтірікші емеспін деп. Жаңағы айтқан зиянсыз өтірік қой. Ол нормально деп жүрмін ғой. Сол өтірігімді тоқтату үшін маған бірыңғай алаяқтар кездесе береді. Мен жылаймын да, Құдайға отырып енді айтамын да, мен неге соншама, мен маңдайымда лоқ деген жазу бар ма деймін да, неге маған Атыраудың бүткіл алаяқтар маған келе береді. Өтірік айтатын да маған келеді, алдап кететіні да маған келеді. Кәдімгідей білмеймін, сол уақытта бір кәдім жан жағымнан бір біздер торговый агент болып жұмыс жасадық қой, план жабу үшін через басқа ИП-мен жаңағындай нелегально шығарамыз, сосын ананы алып бір-біріне бүйтіп енді көп зарплата алу үшін өтірік қой енді оның барлығы да, бірақ енді оны өзім пайдама істеп жүргеннен кейін мән берген жоқпыз ешқандай. Бірақ не? Шолпан, сен берем деп аласың менен. Ертең мен саған басқа Назеркенің несімен шығарып беріп тұрмын ғой. Сен соны білесің де бермей аласың. Мен не істеймін? Оны ешкім білмеу керек, барамды өз қалтамнан, зарплатымнан жабамын. Солайынан бір айда 2 адам, 3 адамға алданам. Басында аз суммаларға алданатын болдым, одан кейін көп суммаларға 7 миллиондап лақтырды да бір уақыттарда. Ол 7 миллионды да мойныма кидім. Сөйтіп жүрген кезімде жылаймын жаңағы. Неге маған алаяқтардың бәрі келе береді? Сонда Құдай маған айтып тұрды, мөлдір, сен өтірікші, өзің алаяқсың, сен қойшы деп жатыр маған. Бірақ оны мойындамайсың. Мен түсінбеймін, мойындамаймын вообще. Мен басыңды кесіп алсаң да шындығыңды айт деп жұртқа ұрсып тұрады. Бірақ жаңағы зиянсыз өтірікті айдап жүргенмін ғой бүйтіп. Көп адамға дәл осы сіздің айтып жатқаныңыз қазір көпшілік адамда бар ғой. Шынымен де біз өзімізді иллюзияда өмір сүреміз. Бірақ иллюзиядан қалай шығу керек екенін білмейміз ғой. Жаңа сіз зиянсыз өтіріктеріңізді қалай қойдыңыз? Енді сен деген мықтысың ғой. Сен байың қазір не ойлап тұрғанын біліп тұрсың типі да. И сосын өтірік айту придется саған. Мен өтірікті қоя алған жоқпын. Өйткені қар жан-жақтан қысқанда өтіріктің түрін ойластырасың. Уже профессионал боласың ғой өтіріктің. Жаның қысылғанда ешкім сені өлтірейін деп жатқан жоқ. Лишь бы басқа адамдар естіп қалмасын менің қарызда жүргенімді. Өйткені мен мықтымын ғой. Қалмасын мен қарызда жүргенімді деп өзіңді жасырам деген сайын ол ашыла береді, жасырам деген сайын ашыла береді, и өзің өтірігіңмен өзің шатасасың ғой. Намазға тұрдым ғой. Намазға тұрғаннан кейін енді айтамын. Өтірік айтуға болмайды ғой. Бірақ ана жаныңды қысқанда бәрі айтасың. Жоқ қой сенде, кешке дейін шыдаш, біреу әкеп береді деп болса да өтірік айтасың ғой. Сонымен намазға тұрдым, жүрдім, кәдімгі киіндім, мен деген ойладым, енді Құдайдың жолына түссем, Құдай барлық проблемамды шешсе деп, бұл жол алдында емшілерге аударсам ғой жауапкершілікті, енді Құдайға аударсам жауапкершілікті. Қара, мен оқып жатырмын ғой, мен жолымды ашшы деп. Ол ашылмайды екен, жүрекке тыныштық та келмейді екен. Сен қорыққаннан оқисың, еще анандай ожиданиемен оқисың. Мен намаз оқып жатырмын, менің қарызым жабылу керек. Мен басқа проблемам жабылу керек. Қарыз жабылып жатқан жоқ. Бірақ енді қатты қинап жатқан адамдар кішкене бәсеңсіді. Звондауларын қойды, келулерін қойды. Соған шүкір, енді ешкім сұрамай жатқаннан кейін адам расслабиться деді. Сұрап жатқан жоқ, нормально өмір сүреді ғой. Бірақ 2 жыл менде андай жағдай болды. 30 миллион, осыдан 7-8 жыл бұрын өте көп сумма, айтуға тілім келмейтін ол уақытта. Сонда
амалым жоқ, уже намазға да тұрып 1 жылдай өтіп жатыр. Бұл жерде де мен қарызым жабылмай тұр. Сосын ойладым, енді жолдасыма салмақ салып, балдарымның ырыс несібесін тартып алғандай болмайын, лучше мен өмірден кете салайын. Суицидке ойладыңыз? Иә, күнде дайындалатын болдым. Күнде кешке ойша балдармен қоштасып отырамын. И андай жылайсың ғой енді ана болғаннан кейін, ертең бұлардың тағдыры қалай болады. Бірақ енді менде басқа амал жоқ. И менің анамның сөзі бүйткенше өліп қалған жақсы дегенді көп айтатын қиналғанда, соның бәрі менде тұрған. Мен тек кіттай бірден осы өліп қалған жақсы. Соны енді біздің жаңағы қазіргі терапиямызда менікі ма біреудікі ма деген нәрсе бар. Соны өзіңізге любой ситуацияда бір жеріңіз ауырып тұр ма, сіз это мое или чужое деп сұрайтын болсаңыз, сигналды береді. Если біреудікі болса, оны 99% оказывается біз өз өмірімізді сүрмейміз. Даже туған кезінде қытай балам барып қараймыз да, о, папасына ұқсаған екен, мамасына ұқсаған екен, анау-мынау дейміз ғой. Сол кезде сол сөз арқылы даже адамдардың тағдырынан по чуть-чуть алып балаға жазамыз. Өсе келе жаңағы біреуге еліктейді, или біреумен салыстырамыз біздер аналарда. Соның барлығы келе бергенде 99% адам өзінің өмірінде жоқ. Әркімнің жаңағы болмысынан, жаңағы қызғанғаннан, қызыққаннан, ашуланғаннан, ренжігеннен, әңгіме қылғаннан ала береді екенбіз. Даже біреулер ұқсастыру арқылы жабыстыра береді екен. Анау біреуді кумир етіп алып, соған ұқсайын деп кетеді ғой, соның барлығын өзіне. Намаз оқыдыңыз, ол үйлеспеді. Сосын сөйтіп енді ойланасың ғой, енді не істеймін, енді өлейін десең ойламайды екенсің. Өле алмайдыңыз. Енді қызығы, да, Құдайдың бір кереметтігі, ана Инстаграмнан қарап отырасың да, бесплатный тренинг дегенді басқанмын ғой. Соған тіркеліп қойған, бірақ білмеймін. Бірақ сол күні үйден оқталып шықтым, болды. Қазір барып жайыққа батам да кетем. Жүзіп білмеймін ғой. Батам жайыққа деп шығам. Қоштасам, бәрімен қоштастым. И ауылда нағашы апам келген, как раз мен соның қолында өскенмін. Соған бардым, последний очередь жаңағы әлі есімде, анаған бүйтіп қарап отырмын да, оймен қоштасып отырмын. Ол маған әңгіме етіп жатыр, мен түсініп тұрған жоқпын. Сосын и бір түрлі болып тұрсың ғой, жоқ, нормально деп, тым білдіртпейсің, жаңағы нормально дейсің да. Шығып жайыққа барайын деп тұрмын, такси ұстайын деп тұрмын. Сөйтсем, бір әйел адам мысалы, сіз бүгін сағат 6-ға тренингке жазылып қойып едіңіз ғой деп. Сосын қандай тренинг деймін, тренинг дегенде түсінбеймін. болған жоқ қой ол кезде. Иә, бірең сараң адамдар мысалға психологқа бардым десем айтатын, еріккенің ермегі. Ол не дейді ал саған? Бізде психолог деген психиатриялық аурулар барады деп ойлады ғой, бұрын сондай түсінік болды ғой біздерде. Иә, сондай деп ойладым ба, білмеймін. Менің өзіме лично психологқа барам десе, еріккенің ермегі деймін. Ал біреу саған не айтады? Не істейді ал саған деген сияқты да. Өзім мықтымын ғой ол уақытта. Сон тренинг дегенді білмеймін. Бірінші рет тренингке бардым жаңағы. Бүйтіп қойған ғой, қаяқта десем, Ремкода дейді. Сіз айтам, жайыққа қасы, шүкір шығайыншы, не болса да. Содан шыққасын барармын жайыққа деп. Сонда сөйтіп тұрмын ғой, кірейін, шыққаннан кейін сөзін бата салармын деп. Енді болдым ғой, бәрімен шындап қоштасып кеткен адаммын ғой. Соны бардым тренингке. Отырмын, не айтып жатқанын түсініп тұрған жоқпын, тек егіліп жылап отырмын. Бір 50 шақты адам бар шығар ана жерде, білмеймін. Жылап жатырмын, түсінбеймін. Жаңағы Самат деген мырза ол кезде ең жаңағы бірінші көрген психологым. Бәрі қол шапалақтап, мәз, бірдеңені түсініп жатыр. Мен де түсінбеймін, жаңа сосын қасына бардым да. Білесіз ба дедім, мен бүгін үйден қоштасып шығып едім, өлейін деп. Бірақ сіздің маған көмегіңіз тиетін сияқты, көмектесе аласыз ба? Ақшам жоқ дедім бірден. Сосын ана уже түрімді көріп тұр ғой енді. Хорошо, ертең келіңіз осындай мекен жайға деді ғой. Көмектесем бер проблема шешіледі деді. Сонда маған керек бір ауыз сөз, мен саған көмектесем. Мен жылдар бойы іздегенмін ғой сол сөзді. Болды ғой, бір Құдаймен кездескен дейсің ғой. Үйге қанаттанып барып, өлетін қалды. Содан психологияға кірдім. Самат мырза енді алғашқы менің ұстазым ретінде көп алғыс айтам. 2 сағаттап, 3 сағаттап маған түсіндіреді. Ең бірінші қойған сұрақ, сен кімсің деген сұраққа жауап бере алмадым ғой. Адаммын десем, адам емессің деді ғой. Мен вообще құтырдым ғой, сен не айтып тұрсыз деп. Сөйтсем, әйел адам екенімді білмейді екен.
Қоғамда қазір бәрінен сұрашы, сен кімсің деп. Әйел адаммын деп ешкім айтпайды ғой. Мен нәзікпін демейді ма? Мен адаммын дей ма? Бәрі адам. Сол әйел адам екенімді сол где-то 40 жасымда ма, 39 жасымда ма түсіндім ғой. Содан кейін пошло, енді әрі қарай уже Саматтан алып атқан білімімді, сол кезде менде андай бір не болды, арман болды. Самат сияқты сахнаға шықсам екен. Өзімнің түсініп жатырмын ғой, енді өмір қызық болып жатыр. Кешегі өлем деген мөлдір жоқ. Бүгін өмір қызық, кәдімгідей бірдеңе жасағым келіп жатыр. Өзім мықты екенімді түсініп жатырмын. Осынша қиыншылықты не үшін Құдай берген бәрін түсініп жатырмын. Енді түсіндіріп жатқан ұстазым да мықты болып тұр. Ойладым да, бір андай моментте армандадым, бірақ көпке ұзаған жоқпын. Бірден сондай психологияның саласына кірдім ғой. Сол психологияда жүре тұрып, денеге қалай келдіңіз сонда? Вот күшті нәрсе да. 1 жыл проработка жасадым ғой миымда. Психологпен? Иә. Представь так, представь сяк дейді, деп ойланам ғой. Мына өмірде, өмір сүруге желаниесі қашып кеткен адам, жаңағы мен сияқты өлімді көп ойлайтын адам, шаршап кеткен адам, қиналып жүрген адам никогда миымен жұмыс жасай алмайды. Саған былай елестет, мынаны елестет, сен 5 жылдағы өмірің қандай, даже арманыңды жаз дегенде мен арманым жоқ қой, ана жерде айтатындым, арманым жоқ. Не армандайсың десем, білмеймін деймін, маған ештеме керек жоқ, қате қарызым жауап беріңдерші, болды. Бірдеңені елестет дейді, елестетілмейді. Баста тұман болып тұрғанда, даже психолог, мен қазір өзім психолог ретінде айтам, кейбір адамдар келген кезде разборға уже кірмейді ол. Разбор жасау мүмкін емес болып тұрады, өйткені ол шаршап кеткен адамда сол кезде оның тәнімен байланысу керек екен ғой. Мен 1 жыл бойы жаңағы онлайн сеанстарды ала берем, бірақ дым түсінбеймін, олардың сұраған талаптарына қарай жауап бере алмаймын. Бірақ әкеледі, әке шешеге түсе береді, әке шеше регрессологияң керек па, гипнозың керек па, бәрін алдым, еще бәрін оқып алдым. Өзіме өзім жасаймын. Гипнозды да жасауды оқыдым, бәрін мықты мамандардан оқыдым. Бірақ соның барлығын ішіне мен түсінгенім, миды ашылады, дайын жүрген адамдар ашылады. Егер де мен сияқты қатты ситуацияға түсіп кеткен адамдар, я вообще өмірді жоғалтып алған адамдарға ол бесполезно мимен жұмыс жасату. Бірақ мимен жұмыс жасаған кезінде, айналып келген кезде қарызға барасың ба, әке шешеңді қозғайды. Күйеумен барасың ба, әке шешеңді қозғайды. Денсаулықпен барасың ба, әке шешең. Ең сонда айттым, құрсын мен әке шешем қайтқан ғой, қашанғы оларды айта береміз, тыныштық берейікші деп, өзім бір нүктесін қойдым, 1,5 жыл ма жүріп барып қойдым. Психологиямен айналысып отырсам да, бірақ Құдайдан сұрап жүрдім. Секретімді айтқым келмейді ғой. Бірінен мен секретімді айтқым келмейді. Глубинный нәрселерімді айтқым келмейді, поверхность бүйтіп айтам да. Сонда сөйтіп Құдайдан сұрап жүргенде осы жаңағы телесный процесстер келді. Кәдімгідей алдымнан шығып барып алғанда, ең бірінші күні білесіз бе, мені денемді ұстаған кезде мен қорылдаған, ол мына ұйықтап қалған адамның қорылдаған, ол басқа өлер алдында қырылдайды ғой. Сондай деп шықты менде. Денемнің бәрі біртүрлі андай вибрация болып жатыр да, миым естіп жатыр айналамдағы, бірақ оянайын десем ояна алмаймын. Қырлы көтеріліп жатыр, қорқыныштарым көтеріліп жатыр, білмеймін. Ана жерде бар ғой, мен не состояние, қандай не сезімдерді айтып жеткізе алмаймын. Мына аяқ қолым бәрін бір байлап қойған сияқты ұйып жатыр денем, жүрегім аузынан шығайын деп жатыр ғой. Былай қарасаңыз, легкий прикосновение дейді ғой, жай ғана қолын қойып қойып жасап отыр. Қазіргі ұстазым ол Гүлмира. Сонда тұрдым да айттым, мынаның құдіреті күшті екен, бұл не нәрсе дедім, бұл энергия дейді. Энергия деген екенін түсінбеймін ғой. Психологпын өзі, бірақ энергияны түсінбейді екенмін. Маған тек миды жей беру ғой жаңағы. Маған мынау керек, мен оқиыншы дедім. Болады осылай. Содан оқыдым. Оқыған кезінде де басында дінге қарсы келе ма, дәстүрге қарсы келе ма, анау ма, мынау ма, бұл нерсе, гипноз ба, бірдеңе ма деген көп сұрақтар болды. 8 ай зерттедім ғой. Ешкімге жасаған жоқсыз, өзіңізге жасап, 8 ай бойы өзіңіз практикадан өткізе бердіңіз. Солай болды. Алам, өзім рахаттанам, бірақ басқа біреулерге беруге әлі сенімсіз болып жүрдім ғой. Рахаттану деген не? Мен сол кезде жаңағы қарызда жүргенім балалық шағымнан
менде андай нәрсе болды, адамдардың алдында сөйлесіп отырған кезде ішім дірілдеп тұрады. Жаңағы сенбеушілік, өзіңе деген адамдардан жаңағы қорқып қалғандық қой енді барлығы. Сенің жасың 40-та бола берсін, бірақ ішіңде 40-та бөпе сияқты қорқынышың тұрады. Сол нәрсені жеңіп бастадым. Еркін сөйлеп бастадым. Мен ойлаймын, қазір біз бұны әлі де жалғастырамыз. Назерке ханым, студияға қош келдіңіз. Сіз енді біздің Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялының тумасысыз. Дәл осы МБ академиясын екеуіңіз бірге оқырдыңыздар. Жаңа Мөлдір ханым айтты, өзінің жүріп өткен жолы осыдан өттім деп. Сізде қалай келдіңіз? Сіз де дене терапевтісіз, сіз де жаңағы энергопрактиксіз, сіз қалай келдіңіз бұл жолға? Таныстық қалай болды? Мына академия қалай ашылды? Енді Мөлдір ханым бұл менің ұстазым, алғашқы ұстазым. Мен бұл салаға келуімнің себебі өзімді емес, өзгелерді өзгертем деп келдім. Мен Мөлдір ханымның тағдырына менің тағдырымда ұқсас, бірақ енді 10 жасымда мен әкем дүниеден өтті, ерте қалды. Содан анамыздың 5 баланы өсіргені, тоже қарыз алып, бізді жетілдіргені, оқытқаны, соның барлығы менің деп жаңа түп санамда, денемде жазыла бастаған. Содан мен андай девизім деп қалай айтам, менің ойымда андай болды. Мен шықсам да байдың баласына шығу керекпін, жоқшылықты көрмеу керекпін. Мен ойламаппын, ол еңбекқор болу керек, ол саналы болу керек деген нәрсенің ештеңе жоқ болды. Мен тек ойым болды. Маған тек ақшалы адам болу керек. Мен жоқ деген нәрсені мен балдарым көрмеу керек деп. Потому что мен мамамнан сұраймын, ол айтады, қазір менде ақша жоқ, артынан алып берем, сен шыдай тұршы дейді. Содан кейін енді біз қарапайым семьядан өскеннен кейін жұпыны киініп, сондай болады. Біріміз киінеміз ол заманда. Сол кезде мана ойнамайды мен киімің жаман. Достарым ойнамайды, соның барлығы менің денемде андай агрессиямен қалыптасты. Сосын жаңа айтқандай, мен мықтымын, я всем докажу, ертең мен бір жерде күшті болып отырамын, сендер көресіңдер, мен алдыма келесіңдер. Жаңа мұғалімдерге болады ғой. Сен біліп тұрсың, бірақ мына мұғалімдер қазір естіп отырса да тоже айтар едім, бала біліп тұр, талпынып тұр, бірақ ол баланың жағдайына байланысты саған бағаны қояды. Сен талпынып атсың, айтқың келеді сабақты, бірақ жаңағыдай сенің киіміңе қарайды, түріңе қарайды да сені төмен түсіре береді. Сол сәттердің барлығы менің бойымда қалыптасты. Содан өзімнің мамам енді колледж оқытты, бірақ өзімнің еңбегіммен, талпынысымен университетімді өзім еңбегіммен оқып шықтым. Солай жүргенде қазіргі жолдасыммен кездестім. Енді ойладым ғой, қиыншылықтың бәрі күйеуге шыққаннан кейін қалады деп ойладым, шыны керек. Ауқатты жерге шықтың? Ауқатты жақсы отбасыға шықтым. Енді ақшадан проблема болмайды дедім. Ақшадан проблема болмайды, күйеуім барлық жағдайын жасайды деп ойладым. Сосын жаңа үйден қашу, қазір көп қыздар ойлайды ғой, қиындықтың бәрі жаңа қалады, күйеуге шыққан бәрі күшті болады деп, бірақ басқаша өмір басталады екен. Жүрген кездегі өмір бөлек, күйеуге шыққанда өмір мүлдем бөлек екен. Солай жүрген кезде 5 жыл менде ажаспайым деген сәтпен жүрдім. Самооценкам өте төмен болды, үйден шыға алмаймын, ешқайда жібермейді, киім кигізбейді, жыртып тастайды, сондай сәттерден өттім. Содан кейін осы 5 жыл декреттен кейін жұмысқа шықтым. Сол кезде жұмыстасым айтты, сен бір төмен көңіл күйің жоқ, көзіңнің жанары өшкен, осындай бір танысым бар, сен барып көрші деді ғой. Сөйтіп Мөлдір ханымға ең алғашқы рет келдім. Содан өзі әлі айтады ғой, сен ол кезде келгенде тірі өлік дейді ғой, сондай болып келдім деп. Тек сұлбам қалған, аппары, қап-қара, өмірге деген ешқандай желаниям жоқ. Бірақ ақшаң бар? Жоқ, ақшам жоқ, жолдасым жұмыс жасамайды. Бірақ біздің ата-енем жақсы жұмыс жасайды. Сол кісілердің мойнында отырдық қой, если честно. Екеуіңіз отбасыңызбен бірге? Отбасымызбен отырдық. Күйеуім бірақ жұмыс жасап жатқан сияқты болады, бірақ бізде сұрамаймыз, ол да келмейді, солай өмір сүрдік. Ата-енемен тұрдыңыз? Ата-енемен тұрдым. Енді бір Алланың бір сыйы болған шығар, ата-енем өте жақсы кісілер болды. Сол кісілердің поддержкасымен де бір жағынан сол семьямда қалып ұстай алдым да. Ажасып кетем деген ойларда болғанда өз-өзім тоқтатамын. Жаңағы қайтып келген қыз жаман, сен қалай келіп отырсың деген сияқты. Бірде үйіме барып солай жылаған сәтім болды. Сол кезде ағамның сөзі: мен ел жұртқа қалай қараймын? Сен қалай келіп отырсың?
деп айтқан сөзі менің жүрегімде қалып қойды. Содан бері мен барған емеспін ағамның алдына, что менде осындай жағдай болып жатыр деп. Солай мен ішіме тына бердім. Жана өте ауыр сәттер өтті енді жаста болсам да. Содан Мөлдір ханымға келдім. Сосын Мөлдір ханымға айттым, менде осындай күйеуімен қарым-қатынасым дұрыс емес. Ол мені сыйламайды, бір-бірімізді түсіне алмаймыз. Арада екі балам бар деп. Сосын Мөлдір ханым айтты, сен оны өзгерте алмайсың, өзіңді өзгерту керексің деді. Ол кезде де менің қарызым 500 мыңдай болған. Сосын Мөлдір ханым айтты, я дедім де, бірақ жаңа өзіміздікін жасаймыз, күшті болып аласың, энергиядан кетесің, дальше сөйтіп жүргенде ол қарызым. Сондай бар ма? Қазір сұраймыз. 7 миллионға шейін жетті. Тоқтамадым да, мен айтқан кезде тоқтамадым, тәкаппарлығым менің арқамда. Мен осы еркекке шыдап жүрген. Мен болмасам, бұл еркек баяғыда қаңғып қалар еді. Мен идеальный келін болып отырмын, осындай балдарына шыдап отырмын деп, мен өзімнің тәкаппарлығымды соншалықты көтеріп алғанымды мен білген жоқпын. Бірақ оның барлығы сол манағы біздің бала кезден жинап келе жатқан ішкі агрессиямыз, тәкаппарлығымыз, соның бәрін Құдай маған түсіндіру үшін сондай адамдарды жіберіп тұрған мен түсінбеппін. Алдыңа келген адамдардың барлығы саған ұстаз болды, бірақ сен оны ұстаз деп қабылдаған жоқсың? Жоқ, қабылдаған жоқ. Мен мықтымын. Мен мықтымын. Ең беретін ұстаз біздің күйеуіміз. Бірақ біз қазір әйелдердің көбісі сол күйеуімен арпалысып, төбелесіп жатырмыз ғой. Бірақ мен өтірік айтпаймын, сол Мөлдір ханымға келіп, қазір 6 жыл осы кісінің қасында жүрсем де 4 жыл бойы соны түсінген жоқпын мен. Өзіңнен дегенде мен түсінген жоқпын. Қалай? Қашып кетем. Басқа адамдар қашып кетем, өзіңнен деп бастаса болды, мен қашып кетем. Потому что қалай мен бұл кісіге жамандауға келем, ол оны жамандатқызбайды, өзіңнен деп айтады. Мен ол үшін бәрін істеп жатырмын, тамағы дайын, киімі киюлі, ата-енеме бір қарсы сөйлемеймін, қызметін жасап жатырмын, неге деген сұрақ туа береді да. Содан бұл кісі айтты, егер сен көмектескің келетін болса, күйеуіңе оны сүйреме, оны апарма. Мен де ол кісіні сүйреп апармаған жерім жоқ енді. Экстрасенс, психолог бар, емшісі бар, бақсы бар, бәріне айтады. Өзімде ақша жоқ болса да, жаңағы сыйлық қалған біреу подарок кеткен бүкіл алтындарын бәрін ломбардқа кетірдім. Сол кісіні өзгертейін деп жүрмін ғой, өзімде емес. Қандай мәселе болды бұл жерде? Не үшін тасып жүрсіз? Ол кісі өте қызғаншақ болды. Өзімнің қалауымды айта алған жоқпын. Самооценка өте төмен болды. Әкесі жоқ өскен қыздардың көбінде самооценка өте төмен болады. Потому что сен опора сезінбейсің. Сен қазір бір жерде құлап қалсаң да, не төркініңе барып айта алмайсың, не ата-енеңе айта алмайсың, тек іштей тынып жүре бересің. Менде панический атака қатты болды, тамақтан қысады, ауа жетпейді, түнде су алып жатам, ауа жетпеген кезде су ішемін де қайтып ұйықтаймын. Жұмысқа барғым келеді, таңертең 9-да апарып тастайды, 6-дан 1 минутта кешікпей шығуым керек. Шықсам болды, айқай, төбелес. Кейін барып, осы кісімен жұмыс жасағаннан кейін менің өмірім до және после болып өзгерді. Ең алғашқы рет сол манағы бұл кісі айтты, мен саған разбор жасағаннан ешқандай пайда жоқ, денемен жұмыс жасау керек. Только телесный процесстерді өзіңе оқып ал да, үйіңе мамаңа жаса, балдарыңа жаса, күйеуіңе жаса. Содан бастап өмірім өзгерді. Жайлап оның құдіретіне бұл кісі айтқанда через себя өткізіп бастадым. Что-то жасаймын, күйеуім жылы сөйлеп бастайды. Жасаймын, үйдегілер уже басқаша қарап бастайды. Өз-өзіңе жасайсың? Иә, өз-өзіме де жасай аламын, өзгеге де жасай аламын. И жасап, уже менде қалай айтамын, қасиет қабілетім ашыла бастайды. Жайлап ашылып, басқа адамдар жасаған кезде ол кісілердің ауырған жерін сезіп бастаймын, жаңағыдай бағыт-бағдар беріп бастаймын. Сөйтіп жүргенде мен банкте 10 жыл жұмыс жасадым. Ең алғаш кіргенде 37 мың болды зарплатым, содан тек қана 170 мыңға өскен екен 10 жылдың ішінде. Сосын стабильность деген нәрседен көбіміз шыға алмаймыз ғой, шектеуден. Мен қазір жұмыстан шығып қалсам, ақша табу өте мүмкін емес деген нәрсемен тұрамыз. Содан бір күнде ойланбастан, үшінші балам аяғым ауыр кезде сол декретке кеттім, содан кейін жұмысқа оралған жоқпын. Жеке кәсіпкер болдың содан кейін? Иә, шығып кеттім де. Сол сәтте қосылып кетті. Мөлдір ханымның қасына барып, просто бұл кісінің кабинетінде жаңағы адам қабылдап жүрдім, бірақ екеуміз біріккен жоқпыз. Бірақ бүйтіп, мана Мөлдір келсе мен шығып кету ғой, бұл мені ұстап алып, әй деп жаңа көріп қалады ғой, жаңағы сен что-то түрің ұнамай тұр, что-то бірдеңе болып тұр деп. Соны сөйтіп қашып теп жүргенде Алла тағала өзі
сондай бір жаныңа жақын адамдарды жібереді екен. Сол мөлдір ханымнан осындай ұсыныс түсті. Осы екеуміз бірігіп, енді ол кезде академия боламыз деп ойлаған жоқпыз, просто екеуміз бірігіп жұмыс жасайық деп. Сол жұмыс барысында өзі қалыптаса бастады жүйеміз. Осылай істеп көрейік, осылай істеп көрейік деген сияқты. И каждый раз жасаған сайын біздің нейрондарымыз ашылып бастады да, осознанность келіп бастайды, телодағы блоктар бастайды. И менің бұрынғы өмірім мен қазіргі өмірімнің айырмашылығында, мысалы, күйеуім сыйлап бастайды. Баратын жеріме жіберіп, мөлдір ханыммен жүрсем де 2 жыл ол кісінің туған күніне бара алмадым ғой. Зато жылап, бір жерге бару үшін, или бір нәрсе сатып алу үшін мен қиналып, жылап, или там үйде төбелеспен алу керекпін. Кейін ана терапиялар жасаған сайын, былай айтайыншы, капуста деп айтам всегда. Капустаны ашас, ол өзінің дәнегіне жетеді ғой. Дәл сол сияқты адам қаншалықты сол терапияларды өзіне жасайды, өзінің ясына жетеді екен. Вот менің қалауым, менің арманым, менің мақсатым деп оны сіз айтып үйренеді екенсіз. Жаңағы 99.9% адам өзінің не істеп жүргенін білмейді, өзінің міндетін деген. Жаңа күшті айтып қалдыңыз, барлығына сен жауаптысың деген кезде мен содан 4 жыл бойы қаштым дедіңіз. Келем, жүрем, бірақ сен кінәлісің дегенде кетіп қалам да, 500 мыңнан 7 миллион теңге қарызға дейін көтерілдім. Қазіргі таңда ондай адамдар көп қой, мөлдір ханым, мен сіз солада жасап жүрсіз ғой. Мен жауаптымын деген жауапкершілікті қалай алу керек? Анау айтады ғой, немен жейді, қалай ішеді деген сияқты. Ол жауапкершілік. Иә, мен түсіндім. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз. Біз кейде зиянсыз өтірікті айтамын деп өз-өзімізді алдаймыз. Шынымен де ертең қарыз жабам, немесе бір 3 жылдан кейін мен күшті өмір сүремін дейміз де, иллюзияда өмір сүреміз. Ол бар. Өз-өзімізді алдаймыз. Ертең мына күйім күшті болып кетеді, ертең менің жағдайым жақсарып кетеді. Бірақ 5 жылдан кейін артыңа қарасаң, сол үй, сол жапқыш, сол төсек орын, сол күйу, қарасаң, кішкене жасың ұлғайған, бетіңе әжім түскен, бірақ әлі де бір сен ойлағандай ертегідегідей өмір жоқ. Қиялыңдағыдай нәрсе орындалмаған. Сол нәрседен қалай мына шынайы өмірге келіп, 99.9 менің қалауын таба аламын? Ең бірінші адамға да мен айтар едім, қайсарлық керек. Қайсарлықты қайдан аламыз? Қайсарлық деген, сен өзіңе сөз бердің ба, соны бұзбау. Сила воля дейді ғой. Біздегі жасап жатқан дене терапиясы, оған мен енді 100% гарантия деп айта аламын. Ол өзінің жұмысын жасайды. Бірақ адамдар не істейді? Оқып алады, результатын жаңа айтып жатыр ғой, назерге. Результатын көреді. Мысалы, бұрын жаңа жолда сыйлық бермей жатса, бірден сыйлық беріп бастайды. О, болды, все. Жасап жүрген нәрсесін тастап кетеді. Сосын бір күні келеді да, тағы бір нәрсеге тірелген кезінде, жаңа қайда не жасау керек еді, алады да қайтадан жасайды. Мөлдір ханым, не істейтін едің деп па? Иә, именно тап солай болды Шолпан ханым. Не істеймін дейді, мен айтамын, қолыңда не бар? Неге ананы жасамайсың? Неге? Ұмытып кетіппін дейді. Көп адамдар телефонмен де келген кезінде айтады, сізден оқыған күнде біздер бір айдай жасадық, үйімде мынандай болды, андай болды, почему-то сосын жасамай қалдым дейді. Адамға жақсы болған кезде жасамай қала ма сонда? Адамдар қиыншылықта өмір сүруді дене сіңіріп алды. Бізді қалай үйретті? Өмір сынақ, күресу керек, шыдау керек, көну керек, түбі бір жеңесін. Өмір қиын, өмір жалған, өмір күрес. Осы сөздермен үйретті. Тікелей сізге айтпаса да, ол қоғамда жүріп жатқан нәрсе. И адамдардың денесі соған бейімделіп алды. Енді сен просто бақытты болуға лайықтысың, сол үшін келдің десең, бақыт деген не екенін түсінбейді адамдардың көбісі. Оларға бірдеңені жеңу керек. Даже қыз баланы күйеуге шығарда ертең жаңа бір соғысқа баратындай дайындайды ғой. Ертең барған кезінде үйтіп істеме, барған кезінде бүйтіп істеме, енең ертең бүйтеді, енең ертең сөйтеді дейді. Ол енең қандай болатынын білмейді ғой ешкім. Бірақ сен соғысқа уже дайындап жатыр да. Сен уже кәдімгідей бетіп дайындалып, ана үйге барғанда тек соғысам деп барасың. Бақытты болуға, ой жерде бақытты қылуға, сенің бақытыңа қарай барлық нәрсе өзгереді деген бізде қоғамда не жоқ қой, әңгіме жоқ қой. Даже мына айтып кететін нәрсе ең көп менің қазір қолданатыным, бақытты іздейді барлығы. Әйтеуір іздейді да. Мен айтамын, бақыт сенің ішіңде.
бірінші мына әйел адамы бақытты болмай, оның балдары бақытты болмайды, оның байы да бақытты болмайды. Көп әйелдер күйеулерінен көп нәрсені күтеді. Мен айтамын, хорошо, күттің, сен не бердің? Жылы сөз айттың ба десем, оған не айтамын, маған деген істеп жатқан жоқ, ақша тауып жатқан жоқ, бекпей жатқан жоқ деп. Айтамын, сен бірінші бермесең әлемге, ол саған бермейді. Сен бақытты болуды сен үйренбесең, саған ешкім келіп бақытты болуды үйретпейді. Балдарың өскенде бақытты болам деп ойлайсың, балдарың ол өзінің бақытымен өзі жүреді, сен просто қызықтап қарайсың. Әттеген-ай деп. Ал ертең кетеді, не істейсің сосын? Деп көп нәрселерде ұрысқа да айналдырып атам, ойынға айналдырып атам. Шындығында сол ғой, енді адам бақытты болу үшін денедегі қайталап айта берем, қысымды алып тастау керек. Болмайды деген нәрсені алып тастау керек. Бізге барлығы болады. 18 мың ғаламда Аллах тағала адамға қызмет ету үшін жаратқан. Бүкіл ауаң, суың, жерің негізінде адамның бақытты болуына қажетті нәрсенің бәрі тегін ғой. Ауа тегін, су тегін, жасыл желек, бүгін дәніңді сал, ертең суыңды құй, қияр, помидорың барлығы өсіп шығады. Негізінде деймін, жалпы адамның өмір сүруіне ең басты қажеттіліктердің барлығы тегін. Біз ғой қиындатып алып жатқан, бір күн мынаны кигіміз келеді, бір күн мынаны кигіміз келеді. Айта беріңіз. Былай айтқанда, мысалға, періштелердің өзін саған қызмет жасап қойды да. Шайтан дейді да, ол да саған қызмет жасайды да. Шайтан ой салмаса, сен қателеспейсің. Сен қателеспеген соң өспейсің. Значит, шайтан да біздің қызметімізге жұмыс жасап тұр. Дүние мүлікті бізге қызмет жасауға беріп тұр ма? Жасап тұр саған қызметті. Адамдар бір-біріне себепші бол деді ма? Жоқ. Біз адамдар бір-бірімізге қалай қараймыз? Біз деген нәрседен бөлініп кеттік қой. Менің отбасым, менің ағайыным, менің досым. Даже ерлі зайыптылардың өзінде, мен осы кеше ғана жолдасым неден келіп, жаңа командировкадан келіп, екеуміз 20 жылдық қорытындымызды шығарып бір ұзақ әңгіме болды да, осы бүгін түнде. Бізде біз деген бар екен. Мен деген жоқ екен. Менің жолдасымда да менің ағайыным деп сөйлемейді екен, менде менің ағайыным деп сөйлемейді екен. Не істейміз? Қанша береміз? Қалай барамыз? Кім барады деген әңгіме екен бізде. Может, сол үшін де шығар, енді жаңағы өзімнің қиыншылығымен, өзім өмірді қиындатып, өзім оймен алысып жүргенде бір ажырасам деген уақыттар болған болар. Бірақ қазір бүйтіп ойланып кешегі әңгімелерден кейін қарап отырсам, басқа семьяларды айтып екеуміз талқылап отырмын енді. Менің ағайыма неге бермейсің? Менің ағайыма неге бармайсың? Мен ғой сенің ағайыңа бүйтіп жатырмын. Мен сенің ағайыңды үйтіп жатырмын деп сөйлеген жерде отбасы жоқ. Бірақ бақытты отбасыны қалайды. Түсінікті. Демек, сен өзіңнен бірінші шығу керек, содан кейін ары қарай жүреді. Түсінікті. Енді мен жалпы МБ академиясының негізгі мақсаты қандай? Жүріп бара жатқан бағыты қанша жыл болды құрылғанына? Жыл жарым болды. Бірақ бұған дейін сіздер жұмыс жасап келе жаттыңыздар, академия болып құрылғанына, және сіз өте құнды дипломмен марапатталдыңыз. Осы Атырау облысында дипломы бар. Және бір Атырауда емес, 150-ден астам мемлекетте қызмет көрсете алатын, дене терапиясын жасай алатын дипломы бар мықты мамандардың бірісіз. МБ академиясы енді 2-ші жылға кетіп бара жатыр ғой, тай-тай басып келе жатыр. Бұл жерде топтық жұмыстар. Бұл жерде Назерке болмаса, бұл МБ академия болмас еді. Бұл өзінше жеке жұмыс жасады. Мен өзімнің тәжірибем дене терапиясында 5 жыл. Может, 6 жыл шығарамды қалып отырмын. Оған дейін психолог болып жұмыс жасадым. Миды ашып, шашып, жинауға енді қабілетім өте жоғары болды. Бірақ оны бір реткі случай пайдаланбасаң, постоянно қолдана беріп қажет жоқ. Адамдар өзі шаршап жүрген кезінде шаршатып адастыра берудің қажет жоқ екенін түсіндім. Ал енді МБ академияның алғашқы мақсаты менің өзімнің қойғанда, ауыл аймақтағы қаншама әйелдер бар. Менің ең бірінші бір арманым ба, мақсатым деп айтуға бола ма білмеймін. Ауылдың өмірінен шаршап кеткен әйелдерге онлайн түрде осы сабақтарды беру арқылы өздеріне өздері үйде жатып, ішкі өздерінің құндылықтарын ашады. Ауыл мен қаланың бәрібір айырмашылығы бар. Қаланың әйелі все равно өзінің түріне,
жаңағы басқалардың несіне қарап, киім жағында, ойлау жағында, енді қалаға тренингтер көп келеді. Қаладағы адамдардың мүмкіншілігі көбірек, ауылдағы адамдардың мүмкіншілігі аздау, сосын ауылдың бейнеті көбірек та. Сол бейнеттің ішінде құлап сүрінбей, өздерінің жаңа Назерке айтпақшы, ясын табатындай дәрежеге жеткізетін орталық болып табылады бұл. Бұл жерде енді қолжетімді бағамен бір өзіне керек 100% әйел қолданатын магнитный притяжение, вкусное, тәтті мен деген техника бар. Ол не үшін керек әйелге? Ол әйел өзінің ең бірінші әйел екенін түсіну керек. Әйелдік ұйықтап жатқан барлық қасиет қабілетін ояту керек. Содан кейін өзінің бағасын, құндылығын ояту керек. Сол кезде оның жолдасы да, айналасы да, әлемі де өзгеріп бастайды ғой. Сен, мен іште, тәттісің, білім іште, қасиет қабілет іште, бірақ адамдар почему-то далдан істейді. Назерке, жаңа осыдан бастадыңыз ба сіз? Тәтті меннен бастадыңыз ба? Жаңа айттыңыз ғой, келдім, өзгердім, осылай болдым. Жаңа айтып отқан бірінші өнім ғой, жаңа сіздің жаңа ғана айтып отқаныңыз. Тәтті мен. Сондай этаптардан өттіңіз ғой, сіз өзіңіз? Мен ең алғаш рет жаңа акцияс парс терапиясын алдым. Бастағы 32 нүктемен жұмыс жасауды, бастағы нейрондарды қосып бастадым. Кейін осы магнитканы қостым. Магнитканы қосылған кезде женственная, сексуальная энергия көтеріледі екен. Бұрын жаңа бір кроватьта екі еркек таласып жататын болса, солай ғой, енді қазір еркек болып кеттік қой, шыны керек. Ал қазір уже мен әйел ретінде күйеуімнің қасында өзімді солай сезінемін. Қорғанышым бар ретінде сезінемін. Оған жетудің өзіне көп жұмыс керек. Бір ай жасау, 2 ай жасау, это мало. Менің өзім әлі де жұмыс жасап жатырмын. Сондықтан каждый келген қыз келіншектерге айтар едім, сіз бірінші шаг бастадыңыз, дальше. Сіздің 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық денеңізде тұрған нәрсе, ол 1-2 терапиядан кетпейді. Жұмыс жасау керек. Жалғастырайық, кетті. Күн жақсы кетті да, мысалы. Өзімді таптым, тәп-тәтті болып жүрмін. Әдем болдым, күшті болдым да. Енді ойлаңызшы, мен қазіргі таңда бұрынғыдай емес, басқаша болып жатырмын да. И мен дальше тағы қалмаймын ба? Енді одан да мен айтамын да, жақсы сен қазір мына жетістікке жеттің ғой, енді тағынан қаламайсың ба десем, соны білмеймін дейді. Адамдардың оянуы, дененің оянуы өте жай. Сіз зарядкаңызды күнде зарядтамасаңыз отырып қалады ғой. Адам баласында күнде өзі зарядтап тұру керек. Неге? Мен таңертең шықтым. Өмір ғой ол. Жаңа машинаң бұзылып қалып жатыр, балаң ауырып қалып жатыр, бастығыңмен ұрысып қалып жатырсың, құлап қалып жатырсың даже да. Өмір болғаннан кейін ол нәрсе болып жатыр. Сен кешкісін келдің да, баяғыша қайттан қайғы мұңға кетіп қалмай, қайттан өзің зарядтап ал. Жақсы емес па? Бізде академияда әртүрлі бағытта жұмыстар жүреді ғой, бірақ соның ішінде мен айтатыным, ең үлкен бір курсымыз бар да, 4 құбылаңды теңестір деген. 4 құбыла деген не? Адам көзбен көргісі келмейді, бір терапия. Жаңағы өзінің құндылығын жоғалтып алған, қалыпқа келтіретін екінші терапия. Үшінші енді бұл бір ғажайып сиқыр деп айтуға болады да. Мысалға да адамдар ойлайды, мен ойым тазаланса, мен өзім тазалансам, бәрі керемет болып, күшті болып кетеді. Бірақ сенің осы кезге дейін үйіңнің ішіндегі аура қандай болды? Сұрақта, сені ұрыс-керіс болған жоқ па үйде? Болды ғой. Балдарыңа ұрысқан жоқсың ба? Ашуланған жоқсың ба? Жаңа өзіңмен өзің бұлданып ренжіген жоқсың ба? Оның барлығы қайда тұрады? Ауада тұрады. Бір үйлерге барсаңыз да, мысалға, бір отыра алмайсыз ғой. Хотя ана адам сенің алдыңнан шығып, қалайсың шай іш деп, елпілдеп жатыр да, бірақ сенің денең бір ауырлықты сезінесің. Ана жерде отырғыздырмайды, кеткің келіп тұрады, бір енді дискомфорт болады. Ал бір үйлерге барасың, енді шыққың келмейді ғой. Саған шай бермесе де ана жерде, сен сол үйде бір жатып демалып кеткің келеді. Ауралары жақсы болады. Оның барлығы біздің эмоциямыздан жиынтықтары тұрады. Одан қалса, әрбір адам келген кезінде, жаңа қазақтардың айтып ататын рас қой, назары деп айтып атады, жаңа көзі деп айтады, тілі деп айтып атады да, келген адаммен еріп келіп қылып қоятын нәрселер болады. Соның барлығын
өзі тазалап отыратын бір 15 минуттық нәрсе. Мен айтамын ғой, бұл МБ академияның беріп жатқан телесный терапиялары 15 минут өзіңе уақыт қыштен болды. Сонымен үйдің аурасын тазалайтын нәрсе беріледі. Сіз көзіңізбен көргіңіз келмей жатқан, жабылып қалған интуицияңызды ашу арқылы бір жетістікке жетіп жатырсыз ба? Жаңағы тәтті меніңізді оятып жатырсыз ба? Үйіңізді қоса тазалап отыру керексіз. Үйді тазаламайша сіз өзіңіз тазалайсыз, все равно ол басады. Но енді қатты әсерін бермесе, но все равно болады оның белгісі, да? И одан кейін сөздің құдіреті. Қазақта айтпай ма, айтылған сөз атылған оқ дейді да. Сен айтқан сөзді қайтып ала алмайсың. Сол үшін де қазіргі таңда бәріне беретін кеңесім ойланып сөйле. Ойнап айта салма. Просто айта салма. Әшейін айттым ғой дейді. Бүйтіп айттым ғой дейді. Не әзіл көтермейсің ба дейді. Ол әзіл болғанмен де ол тірі ғой сөз. Сөз тірі, әрі вибрациясы бар. Тірі. Ол барды саған. И сенің бойыңда сол сөзге қатысты толқындар жүріп бастайды. Ана адам уже ұмытып кетті саған не айтқан, бірақ сен жабыстырып алдың оны. Сенің аузыңнан шыққан сөз ол сенің денеңе келіп қонады. Сіз қалай қабылдайсыз? Егер де сіздің дым қорқынышыңыз шынайы жоқ болатын болса, ештеңені қабылдамауға болады. Даже қарғыс та тимейді, бірақ адамдарда қорқыныш сезімі өте көп. Адамдардың барлығы жұрт не дейді, біреу дуа салып жатыр ма, білмеймін, қазіргі қоғамның, енді мен бұрын бұндай салада жұмыс жасамаған соң білмеген шығармын. Көп адамдардың келіп жатқанда мені қарғады, мені дуалады, маған битті деген әңгімемен көп келеді. Енді Құдай соны сұрайын деп отыр едім мен. Мынауымызда жаңағы, демек бірінші сіздің өніміңіз тәттімен өз-өзін жақсы көру, екінші жаңа 4 құбылаң тең болсын. Көзіңді, сөзіңді, өзіңді және өзіңнің тұрып жатқан пространство, атмосфераны тазартасың, иә? Өте, оны кез келген адам жасай алады ма сонда? 7 жастан бастап 70 жасқа дейінгі аралықтағы адамдар оқып алып өз-өзіне жасай береді. Ол қандай нәрсе түсінікті болсын да, күндегісін күнде медитация сияқты өзіңмен өзің отыру ма, әлде не, әлде бір денеңді ұстау, бір техниканы осы біздің көрермендерімізге көрсете аласыз ба дәл қазір? Қандай техника бересіз? Кәдімгі анау біздің эфирде отырып қарап отырған адамдар. Қымбатты көрермен, біз қазір сіздерге өте құнды дене терапиясын берейін деп отырмыз. Бұдан кейін сіздерде кәдімгідей нәтиже болады, өйткені бұл кісілерде нәтиже болған, сіз бұған дейін естіп отырсыз. Терапияның алдында міндетті түрде подписаться деген батырманы басып, каналға тіркеліңіз. Ұнаса да ұнамаса да лайк басыңыз және комментарий жазыңыз. Ал ендеше Назерге кеттік. Протяжкам дейді. Протяжка дейтін қандай, не ол? Біреуін көрсетейік, түсінікті болу үшін. Бізде энергетический протяжка деген бар, яғни жермен, аспанмен байланысу. Ерте кезде әжелеріміз жалаң аяқ жүрген, топыраққа көмілген, тұзға түсетін болды да, қазір бізде жермен байланыс үзіліп кетті. Бізде жалаң аяқ жүрмейміз, даже балдарымыз топырақ ұстаса, жаңа қолын сүртіп, жуып сөйтіп жатамыз да, бірақ жердің құдіреті өте керемет. Есімде, бала кезде ауырып қалсақ, анамыз жер шығып береді, жермен ұшындырады да, жеті киімді десеп, жауып тастайды да, содан бір ұйықтап тұрасың да, шауып кетесің да. Сол бұл жалпы біздің техникалардың ар жағында жатқан, негізі қазақтың кәдімгідей шығарған нәрселерді. Енді ата-бабаларымыз оны түсіре алмаған шығар, сондай бір заман болған шығар. Бірақ сол жер шық сияқты, тоже энергетический протяжка деген бар. Жермен аспанды байланыстырушы біздерміз. Қайтеміз енді. Екі аяқты... Мына камераға қарап, бірден көрерменге қарап айтыңыз. Екі аяқты отырып та, любой жерде жасауға болады. Осылай екі аяқты қойып, энергетический протяжка деп, прямо жердің ядросынан энергия тартып атқандай, оймен елестетеміз да. Энергетический протяжка, энергетический протяжка, энергетический протяжка. Прямо башпайымыздан бастап, табанымыздан, тобығымыздан көтеріліп атқандай елестетеміз оймен. Табаннан энергияны алып атсыздар, давайте көздеріңізді жұмып отырыңыздар, мен сізге айтайын. Шолпанған оймен энергияны табаннан жер арқылы тартып атырсыз. Тізеге дейін көтеріліп атыр, санға көтеріліп атыр, бүткіл ішкі құрылыспен өтіп атыр, кеудеңізге келіп атыр, тамақтан өтіп, бастан жоғарға шығар жереміз. Екінші аспаннан тартамыз,
енді әркім өзінің сөзімен қазақшалап айтуға болады. Біздер енді орысша оқығаннан кейін энергетический протяжка айту ол міндетті. Мен оған қосымша жаңағы я құдіретті көк аспан өзіңнен күш қуат сұраймын деген қазақша сөздерімді қосып айта беремін. Енді төбеден тартасыз. Төбеден тарту арқылы бүткіл мойыннан, кеудеден өткізесіз. Кеудеден ішек құрылыстарымен төмен қарай женский каналдарыңыздан өткізу арқылы тізеге, тізеден төмен қарай табан арқылы жібереміз. Осыны тағы 2 рет қайталайсыз. Энергетический протяжка. Энергетический протяжка. Ішіңізден отырып, жоғарыдан кәдімгідей күннің нұрын алып атқандай қылып, енді әркімнің фантазиясы әртүрлі, бірақ бұл қалай естесеңіз де жұмыс жасай береді. Енді сіз жасап болғанға шейін мен бұны кішкене түсіндіріп кетейін. Энергетический протяжка деген ол не нәрсе? Ол адамның бойындағы бағанағы бері айтылып жатқан өкпе реніштердің барлығы біздің денемізде жазылып тұрады. Жаңа өтте тас болады, бауырда изменение болып жатыр. Ол не? Өкпелей беретін адамдарда. 2 почка ауырады, адамдарда қорқыныш көтерілген кезде. Асқазан ауырады, мысалға адамдардың бір болып жатқан жағдайды қорталмай жатқаны да. Соның барлығын енді қалай тазалауға болады? Бұл жерде жердің энергиясын тарту арқылы, аспанның энергиясын тарту арқылы, орысша айтқанда дробить етеді. Мына энергияны былай көтердіңіз, былай жоғарыдан түсірдіңіз. Уатып, ол сіз бір күнде 5 рет жасайсыз ба, 20 рет жасайсыз ба, 1 рет жасайсыз ба, ол сіздің таңдауыңызға байланысты. Қаншалықты бойыңыздағы жүкті түсіргіңіз келеді, соншалықты көбірек жасай беретін болсаңыз, даже бірденен жеңілдікті сезініп бастайды. Бұрынғы өкпелеп жүрген адамды көргенде кішкене ол адамға жаңағы мінезі, сөзі өзгеріп бастайды. Соның барлығын сезінуге болады тек қана осы бір процеспен. Енді сіз не сезіндіңіз Шолпан? Кәдімгідей бір бойымда бір нәрсе жүріп жатқан сияқты бар ғой, бір жандай. Күшті бір энергия сездім. Қатты, вот сізге особенно осы процесті көп жасау керек. Неге? Сіз бәрібір де халықтың алдында жүрсіз. Кездесулеріңіз бар. Все равно дене барлық жерде қысып тұрады. Бірақ енді сіз саналы түрде бәрін реттеп тұрмын деп ойлайсыз, ол қысылады. Әрбір қорқынышыңыз клеткалерді өлтіреді. Былай айтқанда кортизол стрессовый не ғой, гормонда, оны да дәлелдеп тастады ғой. Енді бұл соның біз енді қазақша түрде жеткізіп жатқанымыз ғой. Ішкі гормондарымыздың жаңағы қуаныш гормоны өліп бастайды, қайғы гормоны көбейіп бастайды да, и сол кезде адамның өмірге көзқарасы түбегейлі өзгеріп кетеді. Өлі клетка не істейді? Өлі клетканы туғызады. Ол өлі клетканы сіз қалай зарядтайсыз? Тек қолды қойып зарядтайсыз. Өзінің айтатын сөзін айту арқылы, миға сигнал беру арқылы зарядтайсыз. Мен қолымды қойдым, сөзді айттым, приказ бердім, давай, зарядта. И ол зарядтайды. Біз не істеп жүрік? Ойдың берген информациясымен біз ойдың құлдығында жүрік. Ой әртүрлі нәрсені береді, ақыл деп айтып атамыз, басқа деп айтып атамыз. Ол деген біреулердің жетістігі мен жеңілісі ғой. Біз соның құлдығында жүрік. Ал ойды сен басқару үшін денең босау керек. Сенің ішкі сенімділігің көтерілу керек. Что мен қолымнан келеді бәр нәрсе да. И миға айтам, давай мынаны жаса, мынаны жаса. Қазір маған ми не береді? Мен соны жасап отырмын. Бір жерге барайын деп тұрсың, бармай ақ қой, ол жерде андай болады дейді. Қорқынышыңды көтер жер. Денең так қорқынышқа толып тұр, алады сені бардырмай тастайды. Сен айтасың, мен барым келеді дейсің. Барың келген жоқ, дене оған дайын емес. Сол сияқты денемен осы протяжканы жасай берген адамда ең бірінші өкпе реніші, қорқынышы, сенімсіздігі кетіп бастайды. Екінші, дене жеңілдеген сайын сіздің жаңағы шаршауыңыз азаяды. Өте күшті. Әрбір съемка деген шаршайсыз ба? Қазіргі адамдардың, маған да қазіргі адамдардың барлығына керек сияқты ғой осы мәселе. Ұйқыдан тұрамыз, шаршадым дейміз. Ұйқыдан көзімізді ашпай жатып, ой, шаршап жатырмын дейміз. Неге шаршаймыз? Потому что бізде ақпарат өте көп. TikTok, Instagram, қазір Facebook да, психолог та көп, бәрі көп. Ешкімді жамандамаймын. Бірақ әркім өзінің установкасын бере береді. Менің өткен жолмен ешкім жүре алмайды. Назеркенің жеңген қиыншылығын, мысалға, может, мен жеңе алмайтын болармын да, менің психолог ретінде айтып, бүйтіңдер, сөйтіңдер дегенді жасай беріп қажет жоқ. Дұрыс айтасыз. Лишний ақпаратқа кіріп, біреудің өмірімен жүріп,
соның жетістігіне жетемін, соның істеген нәрсесін істеймін дегеннің барлығы ол өзімізді алдау. Барлық нәрсені сенің ішіңе құйды. Сен просто ашшы. Өте дұрыс айтасыз. Осылай отырды аша бер. Бұны отырсың, таксиде отырсың, маршрутта отырсың, келе жатырсың, жатырсың үйде, тіптен тамақ ішерде келем дегенше уақыт бар ма? Міне, дым қиындығы жоқ. Өзгерем деген адамға просто бастау керек. Осындай ақпараттар беріледі, біреу бастайды да тастап кететіні осы жерден болып тұр ғой. Өмірім ғажап болды барлығын тастап кетеді. Жаңағы сіздің айтып жатқан практикаларыңыздың барлығы онлайн және офлайн жүреді. Солай ма? Атыраулықтар сіздерге офлайн бара алады, басқа қалада болса сіздерге онлайн хабарласады. Демек ол платформадағы сабақты алады, сонымен болды ма? Әлде сіздерде бір кері байланыс болады ма? Қалай болады онлайн? Айта кететінім, барлық курстар 6 айда доступ. Енді өзім миллион курс оқыдым ғой, миллион тренингке де бардым, марафон бәрін алдым да. Бірақ енді көмегі тигенде болар, енді оларды да жоққа шығара алмаймын. Бір жерге барсам айтып бір сөз үйреніп келетін болдым ғой. Жауып қалады ғой. Сен енді оянып, осыны қарайыншы десең, доступ бітіп қалды ғой. Біздегі доступ өмірлік. Қандай күшті, қандай платформада? Қазір телеграмда пока, бірақ там өзінің бір несін жасап жатыр, жұмыстанып жатыр ол жағында. Енді сізге доступ берілді, ол сізде ашық қалады. Еще тағы бір қосымшасы, Назерке де менде любой сұрағын любой уақытта жауап бере береміз. Сен менен оқыдың баяда 1 жыл бұрын, 5 жыл бұрын деген нәрсе жоқ. Есіме түспеуі мүмкін кім екенін, бірақ енді есіме салу жерші, қандай сабақ алып едің, запросың қандай болып еді, қазір не кедергі болып тұр деп 1 сағаттап отырып, разборын жасап, тоқы баяғыда бір курсты алғаны үшін ол адаммен қайта жұмыс жасай береміз біздер. Енді білмеймін, бұндай нәрсе ешкімде жоқ, мен кереметпін деген нәрсе емес. Скорее всего, мен өзімнің жаңағы оқыған курстарынан шығара алмай қалып, қиналған, өзіме деген бір аяушылығымның арқасында осы шешімге келдік. Алып, жауып тастамайық, оқыдың, болдың, мен айттым, ары қарай ештеңе айтпаймын, тағы бірдеңе сатып ал деген нәрсе жоқ. Келді, өзгерем деген адам болса, қолынан ұстап жүруге дайынбыз. Қандай сатыдағы әйелдер келе ме, ер адамдар келе ме? Кімдер қазір көп келеді? Жалпы бұл практикаларды ер азаматтар да, әйел адамдар да жасай алады. Өйткені адам энергиядан тұрады. Секрет айтайын. Құпия айтайын деп жатыр ал. Ер адамдар оқып жаңағы тәтті мен деген тек қана әйелге байланысты емес, сол ер адамдар өздерінше жігерлі, қайсар болып тұрса да, олар да адам баласы, олардың да ішінде қорқынышы, сенімсіздігі болады да. Сосын ол деген төсек қатынасына жақсы болады. Тәтті мен. Ана-мынау нәрсені ішіп, анда-мында барыптың қажеті жоқ. Өзін өзі қуаттай ала алады ер адамдар. Енді бізде бір жағдай болды. Біз бір қызды оқыттық, ол қыз үйіне барып, күйеуіне өзіне жасатқан. Өзі жасаудың орнына, енді біз өзі жасауды үйретіп отырмыз ғой. Ол андай бір еріншектеу қызда алады да күйеуіне жасатады. И оның сол кездегі табысынан қазіргі табысы 10 есе десем, мен артық айтпай едім. Өйткені ер адамдар мен әйел адамдар күресіп отырмыз ғой. Ердің алдында өзімізді төмен түсірмеуіміз, екінші орындағысы деп айтпасын мені деп та, жаңағы менің немін андай болды ғой, еркектің басын төрге де сүйрейтін әйел дегеннен кейін мен жақсы болуым керек деп, жаңағы оны өзім киінбесем де оны киіндіріп қоюым керек. Кім істеп жатыр, мөлдір істеп жатыр, кім істеп жатыр, мөлдір істеп жатыр болды. Сөйтіп күресіп кеттік қой енді. Содан кейін бізде бессознательное подсознание деген это тело, тән. Біздің тәнімізде еркек адаммен сен ол жауың. Ол сенің жауың. Ол жаңа 3 жасында сен тастап кеткен папаң, ол екеуінің ортасында түсінбей қалды деген нәрсе жоқ, тастап кетті болды. Бірінші жауың. Одан кейінгі жаңа жақсы көрген жігітің алдап кетті ма, екінші жауың. Солай ол жинала береді ғой. И сен қазір байың сені бриллиантпен аптаса да, қаптаса да, ол еркек сенің жауың деген сенде толқын ұрып тұрады. Сол толқынды бар ғой, ол қайтарады демекші. Әйелдің бойындағы еркекке деген өкпе ренішті еркек қайтарылады. Ер азаматтар келіп көбірек оқып жасайтын болса, онда
вообще әйелдердің барлығы нәзік жандарға бірден гүлдей жайнап шығар еді. Қазір бізде уақытша осы жаңа жылға дейін болар, может білмеймін, бір ер адамымыз бар келіп жасап жатқан. Енді алып жатқан қыздар өздері айтып жатыр отзывтарын, көріп жатыр. Назерке ханым да ол туралы айта алады да. Ер адам мен әйел адамның ортасындағы все равно энергия тұрғысында да еркек адамдардың энергиясы тереңірек, жесткий дейді ғой, қалай айтамын, көбірек жүреді, иә? Неге? Өйткені еркек адамдардың, еркектермен шайқаспаңдар қыздар, логикасы жұмыс жасайды. Вот әйел адамдарда анализ көп жасайды. Анализ деген не? Жасайын ба, жасамайын ба, айтайын ба, айтпайын ба, берейін ба, сосын өтірік айта салайыншы деген. Ал еркек не? Бар, жоқ, ол Құдаймен байланысы жақсырақ. Иә, әр адам, әр ер адам, бір үйіңдегі ер адамың ол Құдайдың өкілі ғой. Құдайдың тікелей өкілі деп айтады. Айтамыз ғой, естімейміз ғой. Айтамыз, бірақ естімейміз. Осы жерде бір нәрсе айтып кеткім келеді. Психологтарға барып, жаңа емделіп жүрмін ғой енді. Иә, емшіге барып, психологқа барып жүрген кезде ма? Емшілердің қойдық қой енді. Психологтардан емделіп жүрмін, сеанстар алып жатырмын, тренингтер алып жатырмын. И олардан естіп келіп, айтайын деп әңгімемді дайындалып, жаңағы жолдасыма айтқым келіп жатады ғой, жаңағы ойбай мынандай бар екен, мындай бар екен деп. И сол моментте Құдайдың құдіреттілігі ғой, алады да жаңағы менің оқып келген тренингтегі сабағымды мен никогда психологияны қарайтын адам емес. Ол әзіл кештерді, бірден мен соған кейде ренжимін, ашуланамын да, немене қайдағы жоқ нәрсені қарайсың деп. Бірақ ол сондайды қарап отырса да, менің 200 мың беріп келген сабағымды үйде айтып отырады ғой. Иә. Мен соны түсініп бастаған кезімде, өзім шоке болатын ма? Мен сонда мынадан ақылдымын деп жүрсем, оказывается мен тупой Мойындау қиын десейші. Мойындау қиын. Еще ол айтып жатқанда сен триггерить етеді ғой, жаңа айтып жатқанда тыңдағың келмей басқаша дәлелдегің келіп жатады да. Бірақ шынымен мөлдір давай тыңда, не айтып жатыр. Қарап отырсам, курста мен 200 мыңға оқыған сабақты дұрыс жартылай түсініп келіп тұрмын ба? Бұл ашып түсіндіріп. Дұрыс айтасыз, мен сізбен келісемін. Сондықтан да неге айтады, қазақта 6 жастағы бала келгенде 60-тағы әже орнынан тұрып сәлем береді деп. Значит, бұл еркектердің мәртебесін өмірлік бүйтіп көтеру жеру емес. Бұл энергетически бойлары тазалау адамдар. Әйелдерде жаңағы анализ көп болғаннан кейін оның миы шатасып қала береді. Біліп тұрған нәрсесін жасай алмай қалады. Жаңағы қорқынышы көп, өтірігі көп болғаннан кейін шамал қалып қойып отырады. Олар тікелей байланыста отырғаннан кейін үйдегі әрбір әйел адамын айтам, осы менің байым не айтып отыр екен, бір тыңдап көрейінші деп, бір күн уақыттарыңды берсеңіздер, дұрыс нәрсе айтып отырған түсінеді. Ал біздің ойымыз, осы не білет дегеннен кейін оның әңгімесін тыңдамаймыз, тыңдауға мүмкіндік оған да өзімізге де бермейміз, өзіміздікін былғалай береміз да. Сосын қателескен кезде сен айтпадың ғой, сен жасамадың ғой, сен сондай болсаң мен бұндай болмайсың едім ғой деп кінәні аламыз, лақтырып береміз. Мен қатысым жоқ деп па? Сенің кесірің дейміз да. Сондықтан да айтатыным, ер адамдар қазір осы энергия терапияға көбірек келетін болса, әйелін көзін жандырар еді. Ер азаматтар, естідіңіздер ғой. Егер ханымдар көріп отырсаңыздар, подкасты міндетті түрде жолдасыңызға жіберіп қойыңыз. Егер сіз бізде инстаграмнан көріп отырсаңыз, кіммен бөлісуді білесіз ғой, таратыңыз. Енді біз айта берсек, мына тақырыптың шетіне жете алмайтынды біліп отырмын. Өйткені бұл энергия. Бұл әр адамның өзіндік қуаты бар. Өзіндік, жаңа сөз басында айттық қой біз. Ой, психика, миымыз, денеміз және энергия. Бұл шынымен де шексіз, шетсіз тақырып. Бүгін студияға келіп осылай құнды ақпараттарды айтып, жаңаға керемет бір энергия практикаларыңызды көрсетіп жатырсыздар. Көп рахмет айтам. Біз қазір инстаграмға да, YouTube арнасына да парақшаларыңызды белгілеп қойдық, байланыс телефондарыңызды белгілеп қойдық. Міндетті түрде хабарлассаңыздар болады. Эфирімізді қорытындылай келе, дәл қазір бізді көріп отырған көрермендерімізге сіздерден бір-екі инсайт болса, сонымен хабарымызды қорытындыласақ. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі подкастта айтылмай қалған, осыны айтсам деген сөздеріңіз болса, қосып кетсеңіздер болады. Мен негізі айтар едім, шынайы өмір сүруге шығайықшы деп.
көп адамдар елдің алдында балдары жақсы болсын, өзім жақсы отбасы болсын деп соны көрсету үшін тыраштанып жатыр. Оның түкке де қажеті жоқ. Біз Алладан қалай таза болып келдік, солай таза болып кету үшін ең бірінші өзімізбен шынайы болуды үйренейік. Сол шынайылықты отбасымызға беруді үйренейік. Шынайылық болған жерде адам бақытты бола алады. Бақыт деген не екенін түсінбей жатсаңыздар, ең болмаса айнаға қарап өзіңізді көрген кезіңізде мен осы өмірде бар екенмін ғой, мен қандай әдемімін да, мен қанша өмірдің ащысы болды, қаттысы болды, тәттісі болды, соның бәріне өтіп келатқан мына жаным бар, өткізіп алып келатқан тәнім бар, Құдайдың берген барлық қасиет білімі бар да, сондай үлкен жарықтан келіп бишаралық халге түсіп, жұрт не дейдінің өмірін кешіп, босқа өзіміздің өмірімізді өткізіп алып, 60-қа келіп, 70-ке келіп өкінгенше қазіргіден бастап мен бақытты болуға лайықтымын, мен бақытты болуға ниет еттім деген сөзбен оянайықшы деп айтқым келеді. Көп рахмет. Назерке ханым? Мен айтар едім, өзгерісті әр адам өзінен бастау керек деп. Сіз бақытты болсаңыз, айналаңызда бәрі бақытты. Бақытты болғанда ғана барып, балдарыңыздың да, күйеуіңізбен де қарым-қатынасыңыз түзеліп бастайды. Сондықтан да біреуді өзгертем деп шашамаңыздар. Тек барлық кілтті, барлық қадамды тек өзіңізден бастаңыз. Өмірде бәрі мүмкін. Өзің өзгерсең, өзге өзгереді, ортаң өзгереді, әлем өзгереді, ғалам сенің айтқан тілек дұғаңды орындай береді. Өйткені шындығында біз Құдайды даладан іздейміз ғой. Аллах сенің жүрегіңде ғой, ішіңде, жүрегіңде. Жаңағы сіздің айтқан сөзіңіз маған бүгінгі инсайт болды. Білім ішіңде, қуатың ішіңде, қасиетің ішіңде, алақанды деп бүйтіп қоя салу. Шындығында жаңа сіз дене туралы айтып отырсыз ғой. Біз бір жеріміз соғып алсақ, бірден қолымызбен ұстай саламыз ғой. Бір шық, бала құласа да шық деп бастаймыз, е. Соның барлығын сіздермен әңгіме айтып отырған кезде, демек мен өзімді өзім емдей алатын энергиямның бар екенін білеміз. Бірақ біз соны қалай жұмыс жасау керек екенін білмейміз. Жаңағы менің түсінгенім, сіздердің жасап отырған қазіргі терапияларыңыз сенің энергияңды өзіңе жұмсау арқылы өзіңді емдеу. Өзіңді өзің өз-өзіңнің жолыңды ашу. Жаңа сіз айттыңыз ғой, емшіге бардым, мешітке бардым, басқаға бардым, біреумен жолымды ашып береді деп 10 жылдаған өміріңіз өтіп кетті. Бірақ сен өзіңе жауапкершілікті алып, өзіңнің жолыңды өзің аша алатыныңды білген кезде өміріңіз өзгеріп бастады. Қарым-қатынас да, ақша да, сізден де мен сондай құнды ақпараттар естідім. Студияға келгендеріңізге көп рахмет. Бәрі мүмкін подкастын осымен тәмамдаймыз. Егер сіз бүгінгі біздің подкастымыздан, әдемі сұхбатымыздан өзіңізге қажетті инсайт, ақпарат, ой түйген болсаңыз, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Ұнаса да, ұнамаса да лайк басыңыз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Эфирде амандықпен жүздесейік.